отырында бүгінгі балалар арғата жай бөлшектерді өзара көбейтуді жалғастырмас бұрын мен сіздерге біріншіден осындай сәттілік тілегін деп тұр сабаққа, табандылық тілегін деп тұр баршаларыңызға. Сәттілік, табыс, шыдамдылық, белсенділік және шығармашылық. Әр сөздің мағынасы түсінікті ғой, сәттілік дегеніміз не? Бүгінгі ісімізге бәрімізге сәт сапар, табандылық дегеніміз шыдамдылық ол, аяғына дейін жетуіміз керек. Және де балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты балалар жай бөлшектерді аралас сандарды көбейтуді орындау. Біз сіздермен жалғастырып отырмыз бұл сабақтарды. Және де біз сіздермен сабақтың соңында жай бөлшектерді көбейте аламыз, жай бөлшектерді натурал санға көбейте аламыз және аралас сандарды көбейте алатындай боламыз. Ендеше балалар, мен сіздерді қазір өз реттеріңізден отырсыздар ғой, тез мына жақта стикерлар келеді. Келеміз әрқайсымыз бір стикер аламыз. Топқа күнде салайық. Бәрімізге жетеді. Бөлшектер тұр, ішіне дұрыс бөлшектер қайратқа отырамыз, дұрыстан қайсарға отырамыз. Сіздерге бүгін Қайрат, Қайсар командасының атауын беріп жатыр, өйткені біз сіздермен ғана футбол ойынын ойнаймыз. Қараңыздар, Қайрат командасы сіздер Қайсарға гол ұрасыздар, ал Қайрат командасы сіздер керісінше Қайсар командасы Қайратқа гол ұрасыздар. Мен мыналардың бәрін жинап тастаймын. Топтық жұмыс болады, топта бізде жұптық жұмыс болады, орындауға тырысамыз. Біріншіден балалар үй тапсырмасын тексеріп қанекей. Үйге не бердім мен сіздерге? Үйге не бердім? 500 сомның бірінші және 510-нан бөлінген сөзді. Және атқалып жүрсіз. Тез дәптерlerімізді аламыз да үй тапсырмасын тексереміз. Тақтада тұр бізде. Алсын ғой келеді. Жауаптарыңыз дұрыс шықты ма? Қараймыз. Шығару жолдары дұрыс па? 3,2-де 1-ді көбейтеміз 4-ке, біріншіден бұрыш бөлшекке араласса 507 ма? Ол соғамыз, қатты қол соғай бірақ жасалауға. Ал енді ары балалар, біз сіздермен топтық жұмысты жалғастырамыз. Қазір мен әр топқа бір-біріне беремін. Топтық жұмыстан бұрын балалар өткен тақырыпты өсіп кетейік тез. Өткен тақырыптар бойынша мен сіздерге сұрақтар қоямын. Жай бөлшекті көбейту ережесін кім айтады маған? Жай бөлшекті көбейту ережесін кім айтады? Айта қойыңыздар. Жай бөлшекті көбейту алымына бөліміне көбейтеміз. Және көбейтуді түрінде алымына бөліміне жазамыз. Тамаша. Жай бөлшекті натурал санға көбейту ережесін кім айтады маған? Жай бөлшекті натурал санға қалай көбейтеміз балалар? Ертөре айта қойыңыз. Натурал санда жай бөлшектің алымына көбейтеміз, бөлімін қалдырусыз қаламыз, өзгертусіз қалдырамыз, қысқартылатын болса қысқартамыз. Тамаша. Ал енді отыра ғой, жай бөлшекті аралас санға көбейту үшін не істейді екенбіз? Аралас санға көбейту үшін не істейді екенбіз? Бірінші не істеп аламыз? Аралас араласқа көбейту үшін не істейді екенбіз? Бүтін бөлімін не істейміз? дұрыс бөлшекке Дұрыс бөлшекке айналдырып аламыз, бүтін бөлімін алымына көбейтіп, бөлімін қосып аламыз да, содан кейін барып не істейміз? Жай бөлшекті көбейту ережесі қолданамыз. Тамаша, отыра ғой. Ал жай бөлшекті натурал санға көбейту үшін не істейді екенбіз? Жай бөлшекті аралас санға көбейту үшін не істейді екенбіз балалар? Жай бөлшекті аралас санға көбейту үшін не істейді екенбіз? Сержан айтамыз? Жай бөлшекті аралас санға көбейту үшін не істейміз? Жай бөлшекті аралас санға көбейту үшін натурал санды аралас санға көбейту үшін. Ертөре ертесетіз? Аралас санды біз бұрыш бөлшекке айландырамыз. Содан кейін натурал санға көбейту ережесі қолданамыз. Тамаша балалар. Кешіресіздерін бағалау сіздермен бұл соғып отырамыз. Жауап берген оқушылар балдарыңызды қосып отырасыздар. Кестік па?
Әрқайсыларымыз әділдікпен қараймыз, иә? Жоқ, тапсырма беремін. Әр топқа бізбен өмірмен байланыстыра отырып балалар, мынандай бір сүйрет бейнесін береміз. Келістік па? Келістік па? Енді мынандай бір сүйрет бейнесін беремін. Мына сүйрет бейнесіне сіздер біріншіден мәтін құрастырасыздар. Содан кейін барып, соны есептейсіздер. Алдағы жақта бөлшектер берілген. Қараймыз, тез-тез уақыт созбаймыз. Не көріп отырмыз сүйретте балалар? Сүйретте не көріп тұрмыз? Биелерді қымыз көріп тұрмыз. Және торсық көріп тұрмыз. Енді осы бойынша мәтін құрауға болады екен? Қандай мәтін құрауға болады? Тез мәтін құрастырамыз, болыңдар. Мәтінді прям неге жазып беріңіздер балалар? Қысқарады, қанша қалады? Болды. Мынаны есептің басын жазыңдар. Тамаша. Немене қысқарады? Қысқарады? Дұрыс, 4-пен. Ал енді тез-тез. Кім жазды, кім жазған жоқ? Жазбаған оқушылар тез-тез қозғаймыз. Айтамыз. Жоқ, қозғаймыз, есеп құрастырмаймыз. Не, бұны қарап істедіңіз? Мәтінді айтамыз. Азамат. Ансар айтам дейді, әлі айтам. Біз бірінші биені сауып, сыматып, күнге астып қоямыз да, оны Әлібей, мына неге тиесі қалмал шығады, тамаша. Енді бір торсыққа неше кетеді? бір торсыққа бір сыйымдылығы 1,3-тен келеді. Сондай 3 торсыққа неше кетеді деп сұрақ қоюға болады ма екен? Енді нақты мәтінді құрастырма еседі мәтін айтып береді. Ал енді толықтырыңыздаршы менің ойымды. Ансар. Оның қалғанын өшімітінді дұрыс айтып отырмаңыздар балалар? Жоқ. Тыңдай. қымыз кетеді. Ал 3 торсыққа қанша қымыз құйылады? Қанша литр қымыз құйылды? Тамаша. Есеп дұрыс құрастырылды ма? Дұрыс құрастырылды. Отыр ғой. Сіздер бұл тез. Қарсыластарға не olur. Ал енді есеп шығарамыз сіз. Дұрыс шығарымдар ма екен тексереміз? Бұл естеді бол үшін. Қысқартып алдық дейді. Бір бөлшекке айналдырғанда дұрыс болды ма? Мына жаққа 5 деп жазып қойсыздар бала. 3-тен 2 содан не шықты? Көбейткенде 3-пен 3 не істеді? Толықтырып айтпайсыңдар ма? Не қалды? 5 литр. Сонда осындай 3 торсыққа қанша литр қымыз түседі? 5 литр. ағаш кетеді. Ал 4 орындыққа барлығы қанша ағаш кетеді? Және де барлығы қанша ағаш жарайды. Тамаша. Бізде бірінші Не істедіңіздер? біз ағашқа қанша ағаш кеткенін есептеді. Бізде 6 ағаш кетеді. Ол үшін не істедіңіздер? Біз бірінші араласқанды неге көбейтеді? Бос бөлшекке айналдырдық. Содан кейін барып не істедік оны? Көбейтті. Сонда қанша ағаш кетеді екен? 6 ағаш кетеді екен. Енді қараңыздаршы, мына жақта қате бар екен тағы да. Өз қателеріңізді өздеріңіз түзете алады емессіздер? Екіншісі 1,2-ден 1 қосу алды. Ол неге қостыңыздар? Жоқ, бізге 4 орындыққа неше ағаш кетті деп өздеріңіз сұрақ қойып отырсыздар. Мынау 1 орындыққа мынандай кетеді, 4 орындыққа неше кетті? Енді сонда мына амалдарымыз артық па? Артық амал екен, иә? Сіздер 5 орындықтың тауып кеттіңіздер ғой. Ол үшін тағы да 4 орындыққа 1 орындықты қостыңыздар да 5 орындықты тауып кеттіңіздер. Мына 5 орындықтың жауабы. Түсінікті болды ма? Қай жерде қателеріңіз кетті? Тек қана не істеу керек еді? Дұрыс бөлшекке айналдырып. Ендеше уже екі доктор кеткісілеріне
әр топқа 5 тапсырмада беремін. Бірақ та топтық жұмыс ретінде сіз мына жаққа жазамыз. Түсінікті болды ма? Сіз мынаған орындаймыз. Бір-бірімізге көмектесеміз, түспейміз, шығарамыз. Шығарамыз да дұрыс шығарған сайын гол ұрамыз. Кім бірінші бітірді? Футбол ойнап жатырмыз, гол ұрамыз. Қазанlar сіздерге гол қоямыз. Олар берілгенін жазған жоқ, берілгенін аяқтап тұр ғой, тек қана шығару гол жазды. Ал бұл түсініңіз гол. Қазақтар аламыз, өзімізді баратаныз болып қоймайық. Bir kişinin подсказка vereyim mi? Canıtlarına bir kişinin подсказка vereyim mi? Nolga köpek gidin yeni veredi. Я сразу ушли. Ушли, что за Я? Төрттен 13 деп жазбайсың ба мына жерге? Ладно, сіз таста. Өшір сал. Ага. Алты бүтін емес, алты көбейту болады. Қазір айтса, алты бүтін болады да дұрыс болады. Екі мен екі қысқарып кетті. Ал төрттен бір екі не істерінеді? Қарады ғой. Осырақ болып. Ал екі бойынша бар. Қайсар командасы бізде 6 ұпай жинады, және Қайрат командасы бізде 7 ұпай жинады. Мына ұпайларымызды өздеріңізге жазастырды. Кезінде Қайрат па, не Қайрат? Мына Қайсар. Бұлар ненікі? Сен мына жаққа ауысып кет. Сендер екеулерің жүк боласыңдар. Ага. Сіздер екеулерің. Так, неге айналдырамыз? Мына үшті не қылмаймыз? Үшінші есепте. 2/3-8. Барлығы қанша болды? 8 мен 8 қысқарып кетеді. Есептеріміз дұрыс емес, тексереміз тез уақыттарың бар. Болдар ма келді? Болған жоқ. Бір-екі ақ жұмыс болмайды мағандардың сосын есептеді. 5-тен 3-ні көбейтеміз. 12-ден 5-ге. Алымына бөліміне көбейткенде не істенді? Не орындады? Жоқ, не орындады? Даже не орындады. Сіз тастадыңдар ғой не орындады? Не істеді? Сіз тастадыңдар. Сонда қандай бөлім жүріп қалды? 4-тен 1 қалды. Тамаша. 8-ден 3 емес, 3-ден 3 көбейтілді. Есеп жағып қойсың. 2 емес. 8-ден 3 көбейту 2/3-тен 2. Сонда не істеді? 8-ден 3 өзге түсіп қалды. Аралас саны неге айналды? Бұрыс бөлшекке айналды. Тамаша. Сонда не болды? Жоқ, немен не қысқашы? Жауабында жауабы 1/1 бұл. Тамаша. Бұрыс бөлшекке айналдыңыздар. 15-ден 25 дұрыс. 18-ден 16 қысқарады. Қысқарады емес па? 25-ден 15 қысқарады. Мынақта 3, мынақта 5, мына жақта 1, мынақта 2 қалды. Енді бөлшектерді қысқартуды орында келе, не қандай нәтиже шықты? 7-ден 23-ті. Бұл қандай бөлшек? Оны неге айналдырдық? Қандай нәтижеге жеттік? 2/8-ден 7. Тамаша. Жеке жұмыс болады бұл. 508-ші есепті ашамыз. 508-ші есепті ашамыз. Тақтаға 2 оқушы келіп шығып орындасақ. Тақтаға 2 оқушыдан шығып орындасақ. Әр топтан бір оқушыдан. Әр топтан не дегендеріңіз бар ма? Номер
Qanday amal qo'yding bunaqa? Bölü amalı qo'ydim. Bölü amalı bo'lgandan bizda ne bo'ladi? Ko'paytib bo'ladi. Shunda 19 dan 16 ni ko'paytamiz qanchaga? Neminga qisqaradi? X deb neminga qisqaradi? Qanday san bo'ladi? Qisqaradi qo'y, ya endi o'zini aytmasa qisqaradi qo'y. Buni qanchasi bo'lsin o'jarlar. Qisqarib tez-tez. Qisqarib Bizde vaqt topshiriq bo'lib qoldi-da. Biz taxtamizni olib Qiziqdi bo'ldimi? Topмен жұмыс жасай bilemizmi? Bilamiz, ya. Sonda balalar budan keyin de har doim to'liq жұмыс істегенimiz qanday ekan? Vaqt үнемделеді ekan, ya. Тамаша. Dur. Altıdan o. Olanlar maksat böyle. Özünün şartına bir tamaşa. Al енді балалар әрқайсылары сөздерімізді бабаларыңыздар, кім қанша бал алды? Ha? 10 aldı. 9. Серікжан қанша бал алды? 8 bal aldı. Tamaşa. 8 oldu. Tamaşa. Sabah аяқталды. Сау болды. 509'un 7'si. 509'un 7'si. Жазбадық па? Жазбадық, ja?